Күнәсіз махаббат әңгімесінің жалғасы. Осы бір ай менің өмірімдегі ең ұзақ, ең жылжымайтын зілтабан уақыт көрінді. Жаныма жалау, көңіліме медеті, алмашпен өткерген кездерімді зердемнен қайта сүзу. Шіркін алмаш, қылықтарың қандай татты, қандай әуес, ең алғаш сүйіскеніміз. Ай сүт бейнесін сезіп тұрғандай, алмаш жарық етіп күлген кезде бетінің оң жақ үйіріле шұңқырланады. Мөп-мөлдір су бетіндегі болар болмас иірім тәрізді. Сол иірім мені тартып бара жатқандай, мен нар тәуекел деп кеудемнің діріліне қарамастан әлгі иттей иірімнен ұрттап көрдім де, әсем жымиған алқызыл әдемі ерінге қадала ұзақ өптім. Ол алғашқыда сәл секем алғандай, кеудемнен әлсіз ғана әнтек itергендей әрекет байқатты да, содан соң екі ақ білекті иығыма асып, бауырыма кіре түсіп, ебедейсіздеу аймаласа бастады. Біраздан соң шәрбат сусынға қанған жандай сияқты әлгі ынтызар әрекетке қайта кірістік. Сол шырын қылық қайталана берді. Бұл жеңсіктірлік, әуесті әрекет ешбір мезі ететін емес. Қайта бірте-бірте жаңа қыры, соны тәсіл, тосын ықпалы ашыла түскендей. Сөйтіп, ешкім үйретпей-ақ біз ынтықтық пен ынтызарлық әліппесін тәп-тәуір меңгеріп келе жаттық. Шіркін жастық шақ, 20 жасар жігітпен 18-ге жаңа толған жас қыздың қылығынан пәк те артық не бар екен мына күнәға толы жалған дүниеде. Мен кейде өлең оқимын. Кімдікі, қай ақын деп сұрайды алмаш. Аузыма түскен бір танымал ақынның атын айта саламын. Өзімдікі деуге жүрексінем. Күлкіге қалам ба деп қорқамын. Құда бала, деді бір күні алмаш. Сен неге жасырып жүрсің? Менен ақын екеніңді. Не дейді, кім ақын, кім айтты? Өзім көрдім, аудандық газеттен. Бірімізден біріміз ешбір сыр жасырмаймыз деп серттескеніміз қайда? Мен өкпеледім саған. Алмаш кәдімгідей бұртиып тұр. Аудандық газетке шығаратындардың бәрі бірдей ақын болып кетпейді. Тіпті облыстық, республикалық газеттерге өлеңің басылса да, ол ақындықтың белгісі емес. Кейбіреулер қабырға газетіне шығып та қырып кете жаздайды екен ғой. Екеуміз де күліп жібердік. Өйткені бұл оқиғаны мен оған айтып берген едім. Мектепте бір бала қабырға газетіне өлең жазып, онысы Жұлдыз журналының ертеректегі санында жарияланған үлкен ақынның өлеңі екені белгілі болып қалған. Сөйтсе, әлгі жиен ақынымыз нағыз ақындардың бір тақырыпты бірдей жырлай беруі мүмкін деген ой беті былш етпестен. Алмаш соны мегзеп отыр. Екеуміз тәтті қиялдарға берілетінбіз. Ертең үйленген соң не істейміз, қай жерде тұрамыз, неше перзентіміз болғаны жөн, тағы сол жалғаса береді. Аранжировкасы Алмаштың кейде ұяла, кейде қымсына, кейде наздана сыңғырлаған әдемі күлкісі. Айнам, дедім бір күні. Бір нәрсе сұрасам айтасың ба? Айтамын. Не сұрасаңды? Сенің менен бұрын жігітің болып беді? Болған. Кеуде түсім солқ етіп, төмен тартып кеткен тәрізденді. Көзіме үн-түнсіз тіке қарадым. Ол да жанарын аудармады. Сен сұрадың, мен айттым құда бала, ал мен өтірік айта алмаймын. Ол жігітің қайда енді, дедім. Жігітің деген сөзге екпін салыңқырап. Жігіт болғанда, ол өзі бір вечерге ғана жігіт болып, сол жерде сыбағасын алып, сонымен қойған. Әдеттегідей сөзінің соңын қоңырау күлкісімен көркемдеп жіберді.
Бүгін ертерек қайтайық деді. Үнсіздікті бұзған Алмаш. Ағам мен жеңгем ауылға кеткен. Маған үйге қара деп еді. Соңғы кезде пәтер тонау жиілеп кетті ғой өзі. Мына сөзден соң жүрегім атқақтай жөнелді. 3 бөлмелі пәтерде Алмаш екеуміз ғана. Люстра тым жарқырап кетті деп Алмаш ночнушка жақты. Қызғылтым түсті екен. Алмаштың шайы желеңі де сол түстес. Төрдегі жарасымды жиһаз да сондай. Дүниенің бәрі қызғылтым. Менің де қыз кеудесін ашып, қызғылт тамырын басып көрмеген қызу қаным басыма шауып, жүрегімнің дауылпазын соқтырып бара жатты. Көзімдегі құмарлық пен құштарлық, ынтызарлық пен іңкәрлікті атойлап бас көтеріп келе жатқан тентек сезім, бұзық бүлікшілікті сезді ме? Алмаш, құда бала, саған, сенің кісілігің мен тектілігіңе, жігіттік төзіміңе сенемін. Күш көрсетпейтініңді де білемін. Бірақ өзіме өзім әлім жетпей қалса ше. Жақсылықтың жоқ сәулем ерте кеші. Жоқ, әр нәрсенің өз орны бар. Менің кеудем өзгеше тербеліске толып кетті. Ертең сен мені алғанда, ақшымылдыққа барғанда, қос қапталдағы қош жеңгең ақжайма серпіп салғанда, не дермін сонда, не дермін? Ақ тілеулі жандарға, ақ шашты әзиз әжеңмен, ақ сақалды атаңыз, ақ үмітті әкеңмен, ақ жаулықты апаңыз қалмас бекен арманда. Егер ол ақын болса, өз ойын осылай жеткізер меді әйтеуір. Мен осылай ұқтым. Ойына толық қосылдым. Тар төсекте көрер таңды көзімізбен атқыздық. Жастарға тән нәзіктік пен нәзік қылық, емірену мен тебірену, айналу мен толғану бәрі де болды. Күн мен желден басқа тимеген, көз қарықтырар майда діріл тербеген, қос анарын алақанмен қаншама аяладым. Ерінмен қаншама аймаладым. Бірақ әйтеуір ортадағы кіршіксіз үлбіреген, үлдірек алмас кездіктің жүзінен аман қалды. Біздің бригаданың алған тапсырмасы ырғақты сипатты ауысым деп аталады екен. Оның мәнісі таңның атысы, күннің батысы, сенбі жексенбі дейтін демалыс күндеріне қарамай істі тезірек бітіру деген сөз екен. Сондықтан 2-3 апта хабарсыз кеттім. Алмаш не ойлап жүр екен? Құда баласы құрдымға батқандай құрып кетті. Алмаш облыстық заңгерлер кеңесінде істейтін. Соған телефонмен хабарластым. Жағдай сұрасқан соң, ол Алматыда пәлен деген мекенжайда Ләйла деген дос құрбым бар, соған жолық міндетті түрде, деп 2 рет қайталады. 2 ауыз сөзде шиеленіскен құпия барын дауыс ырғағынан терең ұқтым. Айтқаны бойынша Ләйланы тауып алдым. Ал ары қарай не болды? Ләйла қандай құпияны айтты? Барлығын келесі видеодан тыңдай аласыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз.